Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге шие мен шабдалдан қысқаға компот дайындаймыз. Жасалу жолы бұл компоттың өте оңай әрі пайдалы сусын болады достар. Ең алдымен видеодағыдай мен банкаларым мен қақпақтарымды стерилдеп алдым. Достар, енді жемістерімізді жақсылап жуып, шабдалының сүйектерін алып тастап, осындай бөліктерге бөліп аламыз. Енді дайын болған жемістерімізді банкаларға саламыз. Және де жемістер банканың 1/3 бөлігіндей болу керек. Осы кезде біздің қойған суымыз қайнап, енді банкаларға құямыз. Бұл біздің бірінші суымыз. Қазір банканы толтырып 10 минуттай қойып қоямыз. Міне біздің суымыз 10 минут тұрды банкада. Енді оны құйып кастрюльге қайтадан қайнатамыз. Және де қантын саламыз. 2 литрлік банкіге 1,5 литр су кетеді жемісімен. Сондықтан 1,5 литр суға мен 200 грамм қант саламын. Менде 2 литрлік банкі, сонда әрқайсысына 1 кеседен 5 кесе қант саламын. Енді компот пен банкаларды толтырып, бұрайтын қақпақтарды бұрап, арнайы жапқышпен жабатындарын жауып, енді банкаларымызды төңкеріп, жылы плетпен орап қоямыз. Достар, міне бүгін осындай видео болды. Жасалу жолы өте оңай, және де қыстың күні отбасыларыңызбен сүйсініп ішетін сусын дайындадық. Достар, бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Пайдалы болып ұнаса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар достар.